Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін міне Сүйінбай атаның ордасында, Өскемен қаласында көпшіліктің тілеуімен, ниетімен, жиналуымен бүгін міне құрбандықтар шалынып жатыр. Еліміз, жеріміздің амандығы үшін, ұрпақтарымыз бай, қуатты болсын деп, Алла разылығы үшін халықтың басы қосылып, бір жерге жиналып, міне Құдайға шүкір, тәуба. Енді міне қазір осы құрбандық жайлы аға әпкелеріміз ойларын айтып бөлсе кетер. Ал енді барша аға әпкелерге қайырлы күн болсын. Осы бүгінгі ниет етіп шалып жатқан құрбандықтарымыз қабыл болсын. Қош келдіңіздер Сүйінбай ата ордасына. Алғаш келген аға әпкелер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді Құдайым барлығымыздың басымызды бір жерге жинап отыр екен. Бұның да өзінің бір тылсымнан жоба бар. Еш нәрсе жайдан жай болмайды. Халық білу керек, есту керек. Бұл құрбандық түс аянмен келіп отыр. 4 қой, 3 еркек мал, 1 саулық. Бұның да астарында бір тылсымнан берілген жоба жатыр. Бұл түс аянда Әли апай сіз өзіңіз көріп айттыңыз, бөлістіңіз. Ауызбіршілікпен қаншама адамдар жиналды. Жаңағыдей көп түкірсе көл болады деген сияқты бір жарым күннің ішінде қомақты қаражат жиналып, осындай бір амал әрекет жасап жатырмыз. Тек Құдайым разы болсын, ниетіміз, пейіліміз ақ болсын. Енді Әли апай өзіңізді таныстырып, осы туралы ашық айтсаңыз. Сіз сөзіңізді айттыңыз, бұл 4 құбылат тең болсын деген сондай бір мақсатпен шалыну керек дедіңіз. Енді осыны ашық түрде айтыңызшы, қандай, қалай? Енді осы жолғы жаңа жөндегі көтерілістен кейін осы аян маған берілді. Берілгенде маған көрсеткені осы 4 қой деді. 4 қой сойыңдар ел жұртпен деп сөйтті. Соны ел жұртпен деді, 2 қара қой, 2 ақ қой деді. 3-еуі еркек болсын деді, 1-еуі ұрғашы болсын, саулық қой болсын деді. Сонда мен енді сұрағаным, енді бұл Мұхаммед пайғамбарымыздың түсіргенде көкқошқа түсірген ғой құрбандыққа. Бұл енді саулық қой неге сойлады дегенде маған айтқаны, тақымын қысып аналар үйде тілейді деді. Сол аналардың алтын құрсақты аналардың құрсағынан шыққан адам пендеміз ғой, енді ел жұртымыз аман болсын деп, аналардың тілеген тілегі қабыл болсын деп саулық қойды берген сол екен. Еліміздің жолдар ашық болсын, енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп, адамдардың жолдар ашық болсын деп, осы саулықты бердім деді. Дендеріне саулық, бастарына амандық берсін еліміздің, жұртымыздың деп. 4 қойды бергені оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп, сол жақтың бәрінен шыққан, мына көтеріліске шықты ғой, содан кейін беріп отыр. Енді осы аянды алдық. Одан кейін кімге айтарымды білмедім, Бақ апайға айттым, Ардақ апайға айттым. Енді ел жұрт деді, ел жұрт деді. Енді мен айттым, енді қалай шалам дегенде, ел жұрт дегеннен кейін апайларға айтпайым, айтты, көп түкірсе көл деген елден түседі деді. Елден жиналды, 1 жарым күннің ішінде міне шалдық. Ал 2-ші күнгі бір аянымда, 1-ші күнді мен айтам, айтпаймын бі деген, оны мен жасырмайым. Қалғып кеткен екем, біреу итер жүргендей болды, төсектен құладым. 4-еуі 4 аяқ қайда деді. Ол енді мал жиналу керек болды. Жиналдық 1 жарым, сол күннен бастап жиналдық. Енді оны тарату керек болды. Енді бұл құрбандықтың етінде таратқанда бір мән тұр ғой. Бұны тұтастай Құдай бұйыртса, жаңағыдей сауап болсын деп, ризашылық айтады ғой. Мына сен рахмет айтсаң да Алла разы болсын десең де, сол әрбір сөз адамның жүрегінен шығу керек. Ол шынайылықпен айту керек, сөзбен ғана емес, айтады ғой. Біз Құдайды сөзбен жақсы көрмеуіміз керек, біз жүрегімізбен жақсы көруіміз керек. Яғни Алла разы болсын. Әрбір Алланың жаратқан пендесі, мына біздер құлдары риза болса екен деп қалай да айту тырысып бағып жатырмыз ғой. Сонда бұл құрбандық тұтастай жаңағы 4 мекеме деп айтамыз ба, мына балалар үйіне, қарттар үйіне,
сосын тағы да бір беретін орталық бар, иә. Содан мына бір жаңадан салынған медресе, 6 жастан бастап оқып жатқан балалар бар. Өзіміздің балаларымызбен жасты, немерелерімізбен жасты. Енді қалай болғанда да бұл жерде ауызбіршіліктен Құдайымыз айырмасын, Әли апай. Айтарыңыз көп болсын. Өсе беріңіз, өне беріңіз. Енді ары қарай таныстығымыз осылай жалғаса берсін. Мына айтады ғой, кезінде де ата-бабаларымыз мына 300-дің басын, жаңағы әрбір рулардың басын не үшін қосты? Ұрпақ үшін қосты, ел үшін, жер үшін, егемендік, жаңағы еркіндік үшін бастары қосылды, айланып келгенде. Енді қазіргі болып жатқан жағдайдың өзі де дәл сол ғой. Біздің де жиналып, осылай басымыздың қосылып тоғысуы, сол артымыздағы ұрпақтардың қамы деп білем. Енді Қайрат аға, сөз кезегі. Иә. Енді бүгінгі маған айтқаны, бүйтіп айтты, кешегі неткенде айтқан, үшінші жұмбақ бар деген. Ол үшінші жұмбақ не дегенде мен білген жоқпын. Ол үшінші жұмбақ мына ертеңгі сойылатын ірі қара. Ірі қара сиыр малы негізінде ол ауыр мал екен. Ауыр мал. Мына халыққа келген ауыртпашылықты сол ірі қараның қаны менен, ірі қараның сол құрбандығымен кету керек екен. Ол еркек мал. Ертеңгі шалынатын, сол осы елдің ауыртпашылығын көтеріп кетсін деді. Содан кейінгі маған көрсеткені, ендігі біздің ұрпақтардан ұрпақты басқаратын алтын жұлдызды азамат дүниеге енді келеді деді. Енді келеді, ел аман, жұрт тыныш болады деді. Молшылық болады деді, тоқшылық болады деді. Кезіндегі ата-бабамыздың өмір сүргеніндей сүреміз деді. Әйелдерге ақ орамал аталарға тақия берді. Әмин, айтқаныңыз келсін. Қуаныштымыз. Содан кейін мына малдың бүгінгі сойылған құрбандықтың тұяғындай, тұяқ әр үйге бердім деді. Ол тұяқ аттағы беретін ұрпақ екен. Қабыл болсын. Әмин. Өте жақсы хабар. Ал Қайрат аға, сөз тізгіні өзіңізде, халыққа айтарыңыз, қосарыңыз. Енді мына жерде бірден айта кетейік, сол тарихта мына құрбандық қошқар анау Мұса пайғамбардың тарихында жазылған, ол Құба жер деген қазақтың жерінде түскен. Көрдіңіздер ме? Ал енді жаңа Әлия бір нәрсені айтпай кетті, анау қара қой, біреу ала қой ғой. Біреу жаңағы ақ қой, иә? Сол қара қой, енді біз адамдап отырмыз, қара қойдың құрбан шалғанымыз мына биліктегілерден қаралық кетсін. Халықпен бірге болу үшін биліктен қаралық кетсе, халық сол кезде билік жаққа бетін бұрады. Ала қой дегеніміз мына қазақтың арасындағы алалық кетсін. Ал ақ қой дегеніміз ол ақ жол. Арты ақ болсын, осы істің бәрі ақ болсын дейді. Енді жаңа саулықты Әли айтып кетті. Соның кейін тағы бір айта кету керек. Бұл енді анау Ванга апайымыздың айтқан, мен былтыр әлеуметтік желілерде сөз сөйлеп айтқан едім. Ол Кенесарының басы табылып, сүйекке сүйек қосылғаннан ештеңке болмайды. Мына Ванга апайымыз дәл осы уақытты көрген. Өйткені Кенесарының басы табылды деді ғой. Сол заманды көрген, сол кезде мен бірден ұққан едім. Қазір қазақтың санасы оянады. Расында да қазақ халқы бейбіт шеруге шықты, ешқандай терроризм жасайық деген жоқ. Бұлар бейбіт шеруге шықты, заңды талаптарын қойды, оны тіпті ұлттық қауіпсіздік комитетінің полковниктері де ақылын айтып жатыр. Бірақ мына бұрынғы билік жаңағы, солардың адамдары осының бәрін ұйымдастырып отыр. Оны кезінде Карл Маркстың өзі айтып кеткен, отжившие классы добровольно не сдают своих позиций. Бұл өз еркімен кетпейді деген. Көрдіңіздер ме? Және де бұлардың енді бір тұяқ серпісі болуы мүмкін. Бірақ оның бәрінен осы аман есен шайық деп, бүгінгі 4 жаңағы құрбан шалып жатырмыз осы үшін. Және де жаңа Құран оқылғанда бәріңіз естідіңіздер. Осы Қазақстанда болған саяси жағдайға қатысты қанша қазақтың балалары, мейлі ол полиция қызметкерлері болсын, басқа жас азаматтар болсын, бәріне Құран бағышталды. Әулиелердің бәріне Құран бағышталды. Қабанбай бабамыз да әулие болған. Ол кісіге де бәрін атадық, тіпті Сұлтан Бейбарысты да атадық. Енді аты қайырлы болсын дейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Әмин, айтқаныңызды келсін. Барлығы сол амандық үшін, тыныштық үшін,
содан бір күн мен Сатиятаның ана тауының басынан Дина апаны көргем, баланы бүйтіп көлденең ұстап отыр. Ол кісінің ана жағында тас тұр екен, соны құшақтап тұрсам, Дина апа айтады ғой маған: "Ай балам, оңға қара, мына таудың ар жағында тау бар, соның басында ананың келбеті бар" депті. "Сен соған бар. Біз шаршадық, қажылықтан келдік балам. Мен саған жол салдым, солай бар" деп маған сөйтеді. "Сен сонда бар" деп маған соны айтып жатыр. Ал енді сонда бүгінгі мен көргендегім сол ана Дина апаның маған көрсеткен таудың басындағы таста сонда құс отыр екен, атаның құсы деп сөйтті. Сонда ол құс осы дүниеге келетін, енді елді жерді басқаратын сол сәбиді құс қылып көрсетті. Иә, мына айтып жатыр ғой, өмірге текті ұрпақтар келеді, құдайшыл ұрпақтар келеді. Олар жаңағыдей мына біздің пайғамбарларымыз сияқты тылсымнан, Құдайдың құдіретімен білімді, ғылымды, ілімді барлығын мына туа біткен дана, туа біткен сондай ғалым деп айтып жатады ғой, сондай сөз бар ғой. Сондай ұрпақтар өмірге келеді. Әмин. Құдайға шүкір, Алла тағала сол күнді бізге көруді нәсіп етсін. Амандық болсын. Енді осы құрбандыққа үлес қосқан, ат салысқан, әрбір садақа салған аға әпкелеріміз бар, інілеріміз бар. Барлықтарына Алла разы болсын. Отбасыларында тек жақсылық, береке, бірлік, молшылық болсын. Қатарымыз көбейсін. Қазақ елі жасасын.